Мойын омыртқасының остеохондрозы омыртқалардың арасында орналасқан дискілердің жұқаруына және сүйек тінінің кейіннен қайта құрылымдалуына келетін созылмалы дегенеративті ауру. Ауру дамып келе жатқанда ол қоршаған органдар мен жүйелерге әсер етеді және адамның өмірін өзгертетін көптеген белгілер пайда болады. Омыртқаралық диск омыртқа мен омыртқа арасында орналасқан шеміршек тінінің қабаты. Бұл құрылым амортизациялық рөл атқарады және жүру, жүгіру, секіру кезінде омыртқаларды сақтауға көмектеседі және омыртқаның қозғалыштығы мен икемділігі осы шеміршек тіндеріне байланысты. Омыртқаның терең бұлшықеттерінің әлсіреуі мен созылмалы спазм салдарынан омыртқалар мен дискілерді қоректік заттармен қамтамасыз ету бұзылады. Омыртқа аралық дискілердің биіктігі төмендейді, өзекте зат алмасу төмендейді, фиброзды сақина жырықтарға айналып, диск құрғап, жұқарып, тоза бастайды. Бұл жағдай протрузия деп аталады. Ал өшірілген, кептірілген дисктің фрагменттері грыжа деп аталады. Жас ұлғайған сайын диск толығымен жойылады. Жоғарыдағы және астындағы дискілер бір-біріне қашала бастайды. Осыдан соң остеофиттер пайда болады. Одан әрі сүйек өсінділері және кейіннен спондилоартроз бұл омыртқаның қозғалыштығын шектейді. Адамның қозғалысы ауырлайды. Анатомиялық тұрғыдан жұлын миына ешқандай қауіп болмайды, яғни паралич бұдан пайда болмайды. Омыртқаның қартаюы осылай жүреді. Мойын омыртқасының остеохондрозы себептеріне алып келетін жағдайлар: артық салмақ, отырықшы жұмыс, қалыпты физикалық белсенділіктің болмауы, осанканың өзгерістері, сколиоз, жалпақ табан, омыртқа бағанасына жүктеменің біркелкі түспеуіне әкелетін тірек қимыл аппаратының созылмалы аурулары, омыртқа патологиялары мен жарақаттары, тұқым қуалайтын бейімділік, дұрыс тамақтанбау, соның салдарынан сүйек және шеміршек құрылымдарын құру және жаңарту үшін қажетті микроэлементтер мен витаминдерді алмайды. Мойын аймағының суықтауы, омыртқа бағана жүктеменің жоғары болуы. Мойын омыртқасының остеохондрозының белгілері: мойын омыртқасының остеохондрозы жиі кездесетін белгілеріне жүйелі бас айналу, бастың мойынның жаға аймағындағы ауырсыну, құлақтың шуылы, терең тыныс алудың қиындауы, жүрек айнуы және құсу, көрудің нашарлауы, көз алдында дақтар мен тұмандану, естен тану, иықтың ауруы, тамақта түйіршік тұрған тәрізді сезімі, жұтынудың қиындауы, тамақтың ауру сезімі, тамақтың қорғауы, саусақтардың ұюы. Бұл белгілерді вертебральды синдром, омыртқалы артерия синдромы, кардиалды және түбіртектік синдромы сияқты терминдермен де атауға болады. Аурудың асқыныстары: егер сіз уақытында дәрігерге қаралмасаңыз, мойын омыртқасының остеохондрозы асқынуларға келеді. Олар спондилоартроз, остеопороз, мойын иық өрімі тамырларының жұмысының бұзылуы, соның нәтижесінде бас айналуы, бас ауруы, бас және құлақтағы шу, естен тану, үрейдің шабуылдары, ми қызметінің бұзылуы, деменция, яғни кем ақылдылық белгілеріне дейін әкеледі. Мойын омыртқасының остеохондрозы емдеу әдістері: мойын омыртқасының остеохондрозын емдеу үшін аурудың негізгі себептерін жою керек. Себебі бұл ауру әлеуметтік тұрмыстық ауруларға жататындықтан тікелей әр адамның өзіне байланысты. Мойын омыртқасының остеохондрозы даму механизміне жақсылап үңілсек, бұл аурумен күресуді жеңіл түсінеміз. Мойын омыртқасы аймағындағы қан айналымын қалпына келтіруге көмектесетін арнайы жаттығуларды жасау, омыртқаның терең бұлшықеттеріндегі спазмды жою және гемодинамиканы қалпына келтіру үшін заманауи кинезотерапия әдісі, ауырсынуды қоздырғыш нүктелерді жеңілдету үшін емдік массаж, иглорефлексотерапия, ине шаншу арқылы денеге әсер ету, жергілікті қан ағынын жақсарту үшін соққы толқыны терапиясы. Барлық осы манипуляциялардың арқасында бұлшықет спазмы түріндегі ауырсынудың себебі жойылады, қанмен қамтамасыз ету және метаболизм жақсарады, бұлшықеттер нығайтылады, омыртқа тегістеледі, омыртқа дискілеріне жүктеме азаяды және адамда ауырсыну синдромы мазаламайтын болады. Құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарлама сіздерге ұнаған болса, каналға жазылып лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Дендеріңіз сау болсын.